Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық теңдеулерді шешу әдістері. Көбейткіштерге жіктеу арқылы шығарылатын тригонометриялық теңдеулерді қарастырайық. Косинус 12х косинус 6х теңдігін шығарып көрейік. Косинус альфа азайтылған косинус бета 9 сыныптың алгебра программасынан -2 синус альфа азайтылған беттаның жартысы көбейтілген синус альфа қосылған беттаның жартысына тең екенін білеміз. Берілген теңдікті косинус 12х азайтылған косинус 6х тең 0 түрінде жазып алайық. 12х-ті альфа десек, 6х бізге беттаны береді екен. Формулаға қойсақ, -2 синус 12х азайтылған 6х-тің жартысы көбейтілген синус 12х қосылған 6х-тің жартысы тең 0. -2 синус 12х-тен 6х-ті азайтсақ, 6х, 6х-тің жартысы 3х-ті береді. Көбейтілген синус 12х-ке 6х-ті қоссақ 18х, 18х-тің жартысы бізде 9х-ке тең екен. Теңдеудің екі жағында -2-ге бөліп жіберейік. Синус 3х синус 9х 0-ге тең деген теңдеуді аламыз. Осыдан қай жағдайда бұл теңдеу 0-ге тең болады? Егер көбейткіштердің әрқайсысы 0-ге тең болған жағдайда берілген теңдеу 0-ді береді екен. Синус 3х үшін әрқайсысын 0-ге теңестірейік. Синус 3х бізде 0-ге тең. Синустың дербес жағдайы бойынша 3х бізде пи к-ға тең болады. К кез келген бүтін сан. Осыдан теңдеудің екі жағында 3-ке бөлсек, х бізде тең болады 3-тен пи к кез келген бүтін сан. Келесі екінші теңдеуді 0-ге теңестірейік. Синус 9х тең 0. 9х тең болады пи n бүтін сан. Екі теңдеудің екі жағында 9-ға бөліп жіберсек, х тең болады бізде 9-дан пи n. Жауабы ретінде 9-дан пи n-ді аламыз. Себебі 9-дан пи n шешімі n 3k-ға тең болған жағдайда 3-тен пи к түріндегі шешімдерді қамтиды екен. Келесі екінші мысалды қарастырайық. 2 синус 2х қосылған синус х тең 0. Синустың қосбұрыш формуласын есімізге түсірсек, 2 синус х косинус х-ке тең. Формуланы орнына қояйық. Синус 2х-ның орнына 2 синус х косинус х-ті қоямыз. Синус х тең 0. 2-2-ні көбейтсек, 4 синус х косинус х қосылған синус х тең 0. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Синус х. Синус х-ті жақшаның сыртына шығарсақ, 4 косинус х қосу 1 тең 0 теңдеуін аламыз. Қай жағдайда бұл теңдеу 0-ге тең болады? Немесе синус х, немесе 4 косинус қосу косинус х қосылған 1 тең 0-ге болған жағдайда. Сол үшін теңдік көбейткіштердің әрқайсысын 0-ге теңестірейік. Синус х тең 0, х тең болады пи n. n кез келген бүтін сан. 4 косинус х қосылған 1 0-ге тең деп алайық. 4 косинус х тең болады минус 1-ге. Теңдеудің екі жағында 4-ке бөліп жіберсек, косинус х тең болады минус 4-тен 1-ге. Косинус х минус а-ға тең болған жағдайда х бізде минус плюс минус пи азайтылған ар косинус а қосылған 2 пи n-ға тең екенін ұмытпайық. Осыдан х тең болады плюс минус пи азайтылған ар косинус 4-тен 1 қосылған 2 пи к. К кез келген бүтін сан.
косинус 4/1-дегі мәні болмағандықтан x бізде осы түрде қалады екен. Келесі мысалға көшейік. Косинус 4x көбейтілген косинус 10x тең болады синус 9x көбейтілген синус 3x теңдеуін шығарайық. Көбейтіндіні қосуға түрлендіру формуласын есімізге түсіріп кетейік. Косинус альфа көбейтілген косинус бета 2/1 косинус альфа қосылған бета қосу косинус альфа азайтылған бетаға тең. Синус альфа көбейтілген синус бета минус 2/1 косинус альфа қосылған бета азайтылған косинус альфа азайтылған бета формуласын береді. Орындарына қояйық. Сонымен 4x-ті альфа, 10x-ті бета деп қарастырсақ, 2/1 косинус 4x қосу 10x қосу косинус 4x азайтылған 10x. Теңдеудің оң жағына екінші формуланы қарастырайық. 9x-ті альфа, 3x-ті бета деп есептейік. Минус 2/1 косинус 9x қосылған 3x азайтылған косинус 9x азайтылған 3x теңдігін алайық. Теңдеуді 2-ге көбейтшерейік. Осыдан косинус 14x қосылған косинус 4x-тен 10x-ті азайтсақ минус 6x-ті береді. Косинус жұп функция болғандықтан косинустың минусы бізге плюсті береді, жай ғана косинус 6x-ке тең екен. Теңдеудің екінші жағын жазайық. Жақшаның алдына минус тұрғандықтан жақшаның ішіндегі қосылғыштардың таңбасы қарама-қарсыға ауысатынын ұмытпайық. Минус косинус 9x-ке 3x-ті қоссақ 12x және минустың таңбасы плюсқа ауысады, косинус 9x-тен 3x-ті азайтсақ 6x-ті береді. 2/1 деген бөлшектер қайда кетті десеңдер, 2-ге көбейткенде 2 мен 2 қысқарады, бізде жай ғана жақшаның ішіндегі қосылғыштар ғана қалады. Келесіде косинус 6x пен косинус 6x-ті жойып жіберейік. Сонымен бізде косинус 14x қосылған косинус 12x формуласы шығады. Косинус альфа қосылған косинус бета бізге 2 синус 2 косинус альфа қосылған беттаның жартысы көбейтілген косинус альфа азайтылған беттаның жартысын береді екен. Орнына қояйық. 2 косинус 14x қосылған 12x бөлу 2 көбейтілген косинус 14x азайтылған 12x бөлу 2 тең 0-ге дейік. Теңдеудің екі жағында 2-ге бөлшерсек, косинус 14x-ке 12x-ті қоссақ 26x, 26x-тің жартысы 13x көбейтілген косинус 14x-тен 12x-ті азайтсақ 2x, 2x-тің жартысы бізде x-ке тең. Қай жағдайда бұл көбейтінді 0-ге тең болады, немесе бірінші көбейткіш, немесе екінші көбейткіш 0-ге тең болған жағдайда. Сондықтан көбейткіштерін әрқайсысын 0-ге теңестірейік. Косинус 13x-тен 0 немесе косинус x-тен 0 деп қарастырайық. 13x тең болады 2-ден пи плюс пи-к, кез келген бүтін сан. Мұндағы x бізде теңдеудің екі жағында 13-ке бөліп жіберсек, бөлгенде теңдеудің
қосылғыштардың бөліміне көбейтіледі. 26-тан пиканың бөлімінде 1 бар деп есептейміз. 1-ге 3-ті көбейтсек, 3-тен 13-тен пиканы береді екен. К кез келген бүтін сан. Келесі екінші теңдеуді шешейік. X-тен болады 2-ден пи плюс pn. Мұндағы n кез келген бүтін сан. Синус 7x көбейтілген косинус 5x-тен синус 2x-ке теңдеуін қарастырайық. Синус 7x косинус 5x, синус 2x-ті синус 7x азайтылған 5x түрінде алайық. Синус альфа азайтылған беттаның формуласы бойынша синус альфа косинус бетта азайту косинус альфа синус бетта формуласын береді. Теңдіктің сол жағын сол қалпы қалдырайық. Синус 7x косинус 5x. Оң жағын формула бойынша ашайық. Синус 7x косинус 5x азайтылған косинус 7x синус 5x түрінде түрлендірейік. Синус 7x косинус 5x пен синус 7x косинус 5x өзара жойылып кетеді бізде. Осыдан бізде минус косинус 7x синус 5x тен 0 деген теңдеу шығады екен. Теңдеудің екі жағында минус 1-ге бөліп жіберсек, косинус 7x синус 5x 0-ге тең деген теңдікті аламыз. Осыдан қай жағдайда бұл көбейтінді бізде 0-ге тең болады, немесе косинус 7x тен 0 болған жағдайда, немесе синус 5x 0-ге тең болған жағдайда. Берілген теңдеудің әрқайсысын дербес жағдайлары бойынша қарастырайық. 7x тен болады 2-ден пи плюс пк. К бізде кез келген бүтін сан. Теңдеудің екі жағында 7-ге бөліп жіберсек, x-тен болады 14-тен пи плюс 7-ден пк. Келесі екінші теңдеуді қарастырсақ, 5x-тен болады бізде pn, n бүтін сан. Екі жағында 5-ге бөліп жіберсек, x-тен болады бізде 5-тен pn, n кез келген бүтін сан мәніне тең екен. Жақсы балалар, келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар.